Алдарыңызда тұрған Toyota'ның орнын алмастырған Nissan L9 Max. Лидің Қазақстанға келгеніне қазіргі таңда 2 жылдан астам уақыт болыпты. Бұл машина жалпы елімізге ұнады. Практично өзін жақсы көрсеткен қытайлық көліктердің бірі болып саналады. Объемы 1.5 турбо, және де гибрид болып жүреді. 500 плюс-минус лошадкасы бар. Және де бұның бір айта кететініміз 1.5 турбо болғанымен бензиновый моторы, как BMW-ның технологиясымен жасалады деп естідік. Машинамыздың сыртында қазір өзім санап шықтым. Где-то 8 камера бар. Бағасы мынамен шамалас тұратын көліктердің кейде алдында түгілі, артында да камера болмайтын машиналар бар. Дизайн туралы артық ештеңе айтып керек емес. Просто робокоп, осындай бір линия. Бұл бізде L9 екі комплектацияда болады. Ультра и Max. Ультра дегеніміз бұдан сәл төмен жүретін комплектация. Ода осындай лидар болмайды. Ал Макста тура осындай үлкен қара лидар болады. Егер де көшеден көріп қалатсаңыздар, солысымен ажырата аласыздар. Және де бағасында сәл-сәл разница болады. Где-то 1-2 миллион. Елімізге жақында келген Rox деген көлік бар. Ол да тоже қытайлық машина. Соны енді мынаның конкуренті, как орын алмастыратын машина деп айтып атады. Бірақ айтайын, мынаның дизайны одан қайда әдемі. Rox енді өзіне сай, кішкене брутальный, типа мужской автомобиль. Ал бұл болса 2 жылдың ішінде жақсы көрсеткен машиналардың бірі, сондықтан қорқпай ала беруге болады. 4 ағайында, короче, L6, L7, L8 және де мынау тұрған ең максимальный L9. L6 бізде ең кішкентай, ең бюджетный вариант болып келеді L6, ал бұл бізде ең максимальный, не керек барлығы бар. Көліктің салонына келсек, осындай оранжевый мен қара түсті. Көліктің щиток приборы бізде жоқ десек те болады, оны осындай рульға сығыстырып жіберген. Көлікте келе жатасыз, скорс бәрін көрсетеді, мысалға паркингте тұрмады деген сияқты. Бензинді қоссаң, осылай мотордың дауысы шығады. Ал егер гибридті қойсаң, осылай сөнеді. Бензинді қойған жағдайда бұл таза бензиновый мотормен жұмыс жасайды, жаңағы 1.5 турбированный мотор. И плюс электрмен жұмыс жасайды. Ол кезде уже екеуі қосындысынан где-то 500 лошадкадай шығады. 0-100-ді где-то 5 секундта алады. Бірақ өзінің салмағына бұл өте жақсы көрсеткіш. Бір енді анау айтқандай қатты тартпайды. 2 монитор бар. Мына жақтан да сіздер өздеріңізге қалаған YouTube бәрін қосуға болады. Және де бізде 360 камерамыз бар. Мысалға осылай дөңгелектің шет жағын, жаңағы айтқан 8 камераның бәрі осы жерде қай жерді қалай көрсетіп тұр, бәрін көруге болады. И осылай трейді көруге болады. Мынаны қарап жүрсеңіздер, мынау деген потолок қана. Есік просто бізде мына есік ашылып тұр. Сондықтан осылай көрсетіп тұр. Атак міне тура машинаның сұлбасы осылай көрінеді. Сіз егер бір жердің бір тіреп тұрған бастығы болсаңыз, немесе бір аудан әкімі, ауыл әкімі болсаңыз, как минимум сізге L9 өте керемет үйлеседі. Басамнан бізде ондай үлкен кісілер 200-мен жүреді, 300-мен жүреді, Toyota'мен жүреді, Lexus'пен жүреді. Мынау өте керемет жалпы. Именно осы L9-те ғана осындай капитанский сиденье болады. Ал қалған L7, L6, L8-дарда осындай тұтас болады. Сондай-ақ бізде артында осындай телевизорымыз бар. Қазір осыны шарып көрейік, міне. Чотан ба? Бізде бұның мониторын бұлай сенсор болып қолдануға болады. Осылай қолмен мынандай функциясы бар. Қолды басасыздар. Қолмен тура осы жерден басқаруға болады. Но енді бүйтіп саусақпен баса салған жеңіл. Яркісін көбейтеміз қазір. Міне. Қолым көрсетейін. Осылай қолмен, короче, білгеніңіз істейсің ана жерде. Барлықтарыңыз білетіндей осындай холодильнигіміз бар. Міне ішіне где-то 8 стакан қоясың, ішіне микроколаң сағып аласың, короче. Жүре бересің. И оның градусында не істеуге болады, жылытуға болады, суытуға болады. Былай айтқанда жолда білгеніңіз істеп баратын машина, ішіңді пыстырмайтын машина. И машинада ең айта кетері осылай массаж қосуға болады. Массаж қалай жұмыс жасайды. Короче, солай машинаның функциясын айта берсең, короче, үлкен 1 сағаттық па бір видео шығару керек YouTube-ға ше. Барлықтарыңызға осындай L9 бұйырсын дейміз. Ендеше сау болыңыздар. Пока.